Жастар қашанда қоғамның қозғаушы күші, бүгінгі ұрпақ ертеңгі ел айнасы. Сондықтан бұл салаға ерекше екпін беріледі. Жамбыл ауданы халқының 33,4%-ын жастар құрайды. Аймақта мемлекеттік маңызы зор бағдарламаны іске асыратын жастар орталығы мекемесі зәулім ғимарат орналасқан. Жалпы саны 47 маман, оның ішінде психолог, теолог, заңгер маманы бөлінген. Биыл орталықтың бастамасымен Айша Биби ауылдық округінің мәдениет үйінің коворкинг орталығынан Пифагорс курсы ашылды. Басқа да ауылдық округте орталыққа қарайтын домбыра, шахмат, айтысқа баулу, шешендік өнер, ұлттық ойын, аула клубтар жұмыс істейді. Жастар саясатының басым бағыты жұмыссыз жастарға арналған. Биыл 1890 жас жұмысқа орналастырылды. Оның 227-сі жастар практикасына тартылса, тұрақты жұмысқа 703, әлеуметтік жұмыс орнына 27, қоғамдық жұмысқа 327 азамат орналастырылды. Алғашқы жұмыс орындары бағдарламасымен 54 жас жолдама алды. 22 жас қайтарымсыз грант ұтып, бизнес бастады. Ойда жүрген ісін 53 азамат, 2,5% жастар несиесін алып, жүзеге асырды. Жастарды кәсіпкерлікке тарту мақсатында бастау бизнес жобасын 314 жас оқыды, ал 89 адам ауыл аманаты жобасына қатысты. Сонымен қатар есепте тұрған 2448 нет санатындағы жастармен жұмыс жүргізілді. Жалпы 2023 жылдың қаңтарынан бастап 39 кеңес беру алаңы, 9 бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Кеңес беру кезінде медицина, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, Отбасы банк, Мансап орталығы мамандары 6000-ға жуық адамға тегін кеңес берді. Жасыл ел бағдарламасы аясында 1000 жас уақытша еңбекке тартылды. 2023 жылы 20 адамға көтерме жәрдемақы, 4 адамға тұрғын үйге несие беру жоспарланған.